Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мынау картоп арасында сыйлығы бар картоп деген тағамды жасағым келіп тұр. Бұны Еуропа халықтарының барлығы картофельный зразы деп аталады, атайды. Сондықтан біз қазақша мұның атауы жоқ. Қалай атасаңыз да болады. Біз картоп арасында сыйлығы бар картоп деп те атауға болады. Соны сіздермен қазір жасап көрейік. Бұл тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Үйіңізде бауыр болса болды, қалғанның бәрі үйден табылады. Пияз турап алып отырмыз. Міне пиязды осылай қылып турай беріңіздер. Міне картопымыз салып қойдық, пісіп жатыр. Жұмыртқа да пісіп жатыр. Міне бауырды турап алып отырмыз. Бауырды пісетіндей қылып турай беріңіз. Міне мынау бауыр мен пиязды алдық 10 минуттай қуырып алу керек. Бұл жерге дәмдеуіштеріміздің бәрін саламыз. Салған дәмдеуіштерімізді. Міне бауырды пиязбен әдемілеп қуырып әкелдік. Жұмыртқаны майдалап турап қойдық. Қазір мынау ерттатқыштан өткізіп аламыз. Міне өткізіп жатырмыз. Міне мынау ет тартқыштан өткізіп алдық бауырымызды. Енді бұл жерге жұмыртқаны қосуымыз керек. Бұл тағамға етпен де жасай береді. Мен бүгін бауырмен жасайын деп ойладым. Міне піскен картопымызды езіп жатырмыз. Енді осыған айтайын деп ұмытып кетіппін. Ұн қосу керек, 1-2 қасықтай. Енді осыны араластыруымыз керек. Қолмен араластырсаңыз да болады. Езгішпен араластырсаңыз да болады. Бір қасықтап алып, енді домалата беріңіз. Домалақ жасап алыңыз. Міне мынау домалақ картопыңызды қолыңызбен осылай етіп қойыңыз. Енді осына осы жерге мынау салмасын салу керек. Енді бұның үстіне салмасын келесімен жабасыз. Енді осымен қолмен домалақтап алыңыз. Енді үстіне басып қойыңыз да жасай беріңіз. Міне қараңыз, қазанға да келдік. Екінші жағын аударып жатырмыз. Онша қатты орта емес, орташа отта әдемілеп өстіп қуырып ала беріңіз. Бұл керемет тағам болады. Өстіп ала беріңіз. Міне керемет тағам дастарханға келді. Қараңыз, ішінде сюрпризі бар. Картоп дейміз ба, оны қазақшаға зразы дегенді аудармапты. Сондықтан ішінде керемет бауыры бар, ішінде сыйлығы бар картоп дейміз ба, керемет қой. Не деп айтсаңыз да, бұндай тамаша тамақ болған. Қалай жесеңіз де жарасады, оны қараңыз. Енді бұны біздің қазақтың қыз-келіншектері көбінесе жасап жүр. Керемет, мен оны білемін. Бірақ мен бүгінгі әдісімді де көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Негізі қазақша контенттерді қолдап жүріңіздер. Себебі байыса қазақ байысын деген әңгіме бар ғой қазақта. Сондықтан қазақша қанша менен кейін қыз-келіншектер шығып жатыр. Барлық каналдарды қолдап, қолпаштап жүріңіздер деген айтқым келеді деп. Астарыңыз дәмді болсын.